ажырасу не үшін болады? Таяқтың екі ұшы бар сияқты, бұл жерде қыздан да жігіттен де. Енді бүгін қыз жағынан қарайтын болсақ, бізде қыздарды қалай тәрбиелейді? Сен тұрмысқа шыққаннан кейін де басталады ғой, көп тәрбиелешін. Сен ата енеңнің көңілінен шығуың керек, күйеуіңнің жағдайын жасауың керек деген сияқты. Осындай тәрбиені, осындай программамен отбасын құрғаннан кейін қыз, яғни қызды қылығын, әйелдік хотелкаларының барлығын өшіріп тастайды. Мен тек жақсы хозяйка болсам ғана, яғни жақсы дәмді тамақ жасасам, күйеуімнің жағдайын жасасам ғана мен бақытты болады екенмін деп ойлап қалады да. Осы кезде ұрыс басталады негізінде. Ер мен әйел не үшін отбасын құрамыз біз? Плюс минус қой, яғни бір-бірімізді толықтыру үшін. Ал әйел рөлінен өтіп тек қана хозяйка болғанда, үйдің жұмысымен ғана айналысып, өзінің әйелдік қалауы, әйелдік табиғатын ұмытып кеткен кезде, осы кезде келіспеушіліктер басталады.